Байеке. Алдарды алдыңызға алып келіңіз. Алдар көсе. Ұсталмайым деп ойладың ба? Боссың. Жарайды. Алдар, көрсеңіз. Әй, алдар көсе. Қарызды қашан қайтарасың? Алдап кетем деп ойлама. Басың шығу болам. Мә? Мен сонда өзімнің арғатамның уақытына түсіп кеттім бе? Не болса да, точно қораға кіретін түрім бар. Қап, атам-ау, өзің шешсең болар еді ғой. Братан дейін ба, байеке дейін ба? Қандай қарыз туралы айтып тұрсыз? Мынауың өтірік ақымақ болып қалады. Бір қабалтың қарсың маған. Бірақ қабалтын ба? Иә. Қатырасыз де байеке. Қараңыз байеке, тыңдап тұрсыз ғой. Иә. Менде ешбір ханда, ешбір сұлтанда, ешбір адамда жоқ. Қайталанбас шапан ба? Бірақ айтып қойын байеке, оны қарызымның орнын айырмастайын. Ешбір ханда, ешбір байда, ешбір сұлтанда жоқ. Не шапан ол өзі? Келіңіз киіп көріңіз. Қараңызшы бұл шапандың, мына материалының өзін, оюларын қараңызшы, байеке. Амаша, мынауың керемет екен, е? Ал кел. Келіңіз киіп көріңіз. Бисмилля. Ал, мынауың иықтан өтпей отыр. Мынауың кішкентай қалмаған. Ой, қабат деген, Жарайды байеке, ештеңе етпейді. Ертең тура осындай сіздің размеріңіздегі шапанды алып келем. Не дейді? Ой, сізге шақ келетін шапанды алып келем ертең. Алып кел. Керемет екен. Байеке, бірақ ертең ол шапанды сізге шақ қылып алып келген кезде білесіз ба, сіз кигенде тоқалдарыңыз да көп болады. Ол шапанды киесіз ба, масқара. Тоқалың көп болады дейді. Сен сияқты жүгірмекте мынандай мықты шапан қайдан жүрей? Бірақ сен бұл шапанды киме саған тоқалдырмақ бәйбіше де қарамайды ғой. Жарайды, келістік онда. Болды, байеке. Әкелбесті. Ертең? Алдап кетіп жүрме. Байеке, ертең тура осындай әдемі шапан алып тұрайын. Жақсы. Сақинам, ұстаңдар!